Ассалаумағалейкум. Қазіргі видеода біз парақшаны бизнес парақшаға өткіземіз. Ал ендеше кеттік. Айтпақшы, мен осы видео сабақтар барысында мен осы парақшада, яғни зәмзәм суын сату арқылы, реклама жасау арқылы сататын боламын. Дәл осы процесс барысында сіздер де басқа өз заттарыңызды қайталап көрсеңіздер болады. Айтпақшы, және сіздерде бизнес парақша өту үшін, реклама жасау үшін Facebook страницаңыз болу керек. Facebook страницаны ашу өте оңай, 5 минутта ашсаңыз болады. Play Marketing Facebook приложениесін жүктеп алып істейсіздер. Олардың бәрін қалай жасау қажеттігін айтып отырмаймын, өйткені ол Instagram ашқандай дәл солай Facebook'та аша бересіз. Тек ол жерге өзіңіздің суретіңізді қойыңыз, өзіңіз туралы бірнеше ақпарат жазыңыз, болды. Ал ендеше біз өз іске кірісе берейік. Менде қазір қарапайым парақша. Міне статистика бөлімі жоқ. Мына бөлімде статистика бөлімі болу керек, қазір жоқ. Енді осыны бизнес парақша өткіземіз. Ол үшін Play Marketing Instagram'ды обновить етіп алыңыздар. Сосын настройка бөліміне өтеміз. Аккаунт. Перейти на бизнес аккаунт дегенді басамыз. Продолжить басамыз. Бұл жерде өзіміздің категориямызды таңдаймыз. Аккаунтымыз. Егер товар болатын болса, товар, егер блог болатын болса, блог. Товар, услуга. Мына жерден табуға болады, товарлы әртүрлі. Вода бар ма екен, көрейік қазір. Жақсы екен. Товар, услуга. Далее. Мына жерде номер дұрыс па, дұрыс емес пе қарап алыңыздар. Егер дұрыс емес болатын болса, изменить способ связи деген басасыз. Мына жерге номер жазасыз, мына жерге керекті электронияда сені поштаны жазасыз. Жазбасаңыз да болады, сосын далее басамыз. Сосын выбрать страницу дегенді басамыз. Жаңа айтып өттім, бұл егер басылмайды, егер сізде Facebook страницаларыңыз жоқ болса. Facebook приложениесін жүктеп аламыз, сосын осылай жасаймыз. Выбрать страницу. Сосын создать страницу Facebook. Жерге страницаның атын жазамыз, үлкен әріптер болмайды, сондықтан жерде қараңыздар. Не осылай. Жерде категорияны таңдаймыз. Бренды и продукты, мысалы менікі. Сосын категория, оның ішінде подкатегория. Товар, услуга болады. Енді готовын басамын. Мына жерде іздеп жүріп өздеріңізде тиісті категорияны таңдайсыздар. Готовын басамыз. Бұл бірақ аса маңызды емес, бірақ профиліңізде осы таңдаған категория шығып тұратын болады. Міне біз бизнес страницаға өттік. Міне оң жақта статистика бөлімі ашылды. Және промо акции, одан кейін продвигать деген батырма басы шықты. Іс жүзінде қайталап көріңіздер, түсінбеген жерлеріңіз болса, әрине маған жеке жазасыздар. Осыны істеп болғаннан кейін біз мультисылқа өтеміз, және міне жерде тұр ғой мына батырма. WhatsApp-қа жазамын деген батырма, осыны біз басқа сілтеме жасау арқылы жасаймыз, және басқа сервис арқылы. Сондықтан осы видеоның соңына дейін қарап істеңіздер. Одан кейін біз келесі видеоға өтеміз, одан кейін таргетинг сабағы басталады.